Сәлем достар, Дико сіздермен. Бүгін Roblox'та түрмеден қашып кетуге тырысамыз. Бірақ алдымен, видео басталмай тұрып, арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңдер. Ал комментарийге қай қаладан көріп отырғандарыңды жазып кетіңдер. Қане, бүгін қай қаладан қанша адам көріп отырғанын анықтайық. Ал енді, біз түрмедеміз. Айналада күзетшілер жүр, камералар бар. Бірақ бүгін біз бұл жерден міндетті түрде қашамыз. Қашу жоспары дайын ба? Онда кеттік. Мына жерде секіріп шығу керек. Құлап кетпей байқап шығайық. Мына жер қорқынышты сияқты байқап жүрейікші. Мына жерде есік тұр екен. Есік ашылмайтын сияқты. Сол жағымыздағы не? Кнопка. Басып едім, лестница шықты ғой. Мына жерде гаечный ключ тұр ғой. Өзімізбен ала кетейік. Мынаны ключпен сындыру керек па? Ал кеттік алдыға. Мына жерде күзетші жүр ғой. Не істейміз, достар? Ол келе жатыр ма? Вроде жоқ, айналып жүр. Тығылып өтем бекен? Әлде ключпен ұрып құлатайын ба? Қой жүгірейін. Томпақ сияқты қуып жетпес. Кеттік. Көріп қойды. Төбелес. Нет, ұстап алды. Осы жолы төбелескенге желание жоқ. Қашам, достар. Сары знакқа шығу керек маған. Достар, мен кішкентай кезімнен ойын ойнағанды жақсы көремін. Алғаш рет Roblox ойнағанда, мен бұл ойынның соншалықты қызық екенін білмедім. Бір күні жай ғана кіріп көріп едім. Содан бері шыға алмай жүрмін. Кейде жеңемін, кейде ұтыламын, кейде өзім не істеп жатқанымды түсінбей қаламын. Бірақ ең қызығы, әр ойынның ішінде жаңа оқиға болады. Ұстап алды тағы. Мұнда бір қыз жүр ғой. Менімен бірге өтейін деп тұр ма? Бірге өтейік онда. Артынан жүріп отырам осының. Ана қыз қайда кетті? Ана жерде очередті күтіп тұр ма? Или охранниктің кеткенін қарама? Осыйын ойнап отырып, сендерге кеше ойында өткендегі әңгімемді айтып берейін. Мен түрмеден қашып келе жатқанмын. Бәрі жақсы сияқты еді. Күзетшілерден өттім, бірнеше есіктен қашып шықтым. Енді тек сыртқа шығатын жолды табуым керек болды. Сол кезде алдымнан бір қыз шықты. Ол маған қарап тұрып, «Дико, менің артымнан жүр. Мен саған бұл жерден шығатын жолды көрсетемін», деді. Мен бірден, «Қалайша, сен бұл жерді жақсы білесің бе?» дедім. Ол, «Иә, маған сен, тек менен қалма», деді. Бір жағынан оған сенгім келіп тұр. Екінші жағынан, бұл мені тұзаққа түсіріп жатқан жоқ па, деп ойлап тұрмын. Бірақ амал жоқ. Оның артынан жүре бастадым. Бірінші есіктен өттік. Екінші есікке келдік. Есік жабық екен. Қыз қалтасынан бір кішкентай кілт шығарды. Мынау қайдан келді? Ол есікті ашып, әрі қарай жүре берді. Мен, достар, мына қыздың бәріне дайын кілті бар екен ғой. Біраз жүргеннен кейін алдымыздан ұзын дәліз шықты. Дәліздің екі жағында бірнеше есік тұр. Қыз сол жақтағы есікті таңдады. Мен, сенімдісің бе? Оң жақтағысы да қызық көрінеді. Қыз үндемей ішке кіріп кетті. Мен де соңынан кірдім. Ішінде ешкім жоқ. Тек бөлменің ортасында бір батырма тұр. Қыз батырманы басты. Тарс! Артымыздағы есік жабылып қалды. Ойбай, біз қамалып қалдық қой. Қыз болса сабырлы ғана тұр. Дико, қорықпа, бұл әлі соңы емес, деді.
Мен. Әлі соңы емес дегенің қалай? Біз жаңа ғана қамалып қалдық қой. Сол кезде бөлменің қабырғасынан жасырын есік ашылды. О, мынау не? Қыз маған қарап. Жүр. Мен. Жарайды достар. Енді қайда баратынымызды өзіміз де білмейміз. Бірақ қыз қайда барса, біз де сонда барамыз. Жасырын есіктен өтіп, төмен қарай түсетін баспалдаққа келдік. Бір баспалдақ, екінші баспалдақ. Төмен түскен сайын айнала қараңғылана бастады. Мен. Қыз, шынымды айтшы, біз шынымен сыртқа бара жатырмыз ба? Ол. Әрине. Мен. Ал мына жер неге қорқынышты? Ол. Себебі бұл түрменің ең құпия бөлігі. Құпия бөлігі? Достар, осы жерде мен сәл қорқып кеттім. Бірақ кері қайтуға да кеш еді. Біз әрі қарай жүрдік. Бір кезде алдымыздан үлкен темір есік шықты. Қыз тоқтады. Міне, соңғы есік. Мен. Егер осы есіктің ар жағында тағы бір түрме болса, мен саған ренжімін. Қыз күліп. Ашып көр. Мен есікті ақырын аштым. Ал ар жағында не бар деп ойлайсыңдар? Біздік алдымызда еркіндіктер екен. Аспан көрінеді. Сыртта көліктер жүр. Ал түрме артта қалып қойды. Мен. Біз шынымен қашып шықтық па? Қыз. Иә. Мен. Достар, біз жасадық. Біз түрмеден қашып шықтық. Бірақ бір нәрсе қызық. Мен қызға бұрылып, сенің атың кім өзі? Ол маған қарап күлімсіреді де, мұны келесі ойында білесің. Сөйтті де жүгіріп кетіп қалды. Мен. Ей, тоқта, қайда кетіп барасың? Ал ол көзден ғайып болды. Достар, мұна қыз кім болды екен? Егер оның кім екенін білгілерің келсе, лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңдер. Ал комментарийге жазыңдаршы. Келесі ойында Дико сол қызды іздесін бе?